Көгалдағы хоккей мұз үстінде ойналынатын доптық хоккейге ұқсас. Мұнда да әрбір командада 11 ойыншыдан болады. Бұл спорт түріндегі спортшылардың жас ерекшелігі қандай? Негізінде Қытай балалар 9 жастан бастап басталады. Ересектер 40-30-ға таман жастағылар қатысады болған. Сайыс барысындағы ерекше ереже. Ойыншы келеді, тренерге айтады, ауысам деп. Ол ауыстырады. Бірақ екі ойыншы бірдей шығу керек. Мысалы, мына жерде ойыншы, мына жерде замена, бірге бір сызықтан біреу шығады, біреу кіреді. Хоккей таяқшасын ұстау, соққы жасау үлгісі. Допты берген кезде шамалы созып беру керек. Бет соққы жасауға болмайды. Жоқ. Тек допты алып итеру керек, Иә. Сіз білмейтін ерекше спорт түрінде мұнан өзге қандай қызықты мәліметтер бар? Бұны білгіңіз келсе, сәрсенбі сайын біздің бағдарламаны жіберіп алмаңыздар.